Құрметті біздің әріптестер, кафедраның ер азаматтары, ағалар, құрдастар, сіздерді көктемнің шуақты күнімен қатар келген мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мынау әйелдердің емін-еркін жұмыс жасауына, қызмет етуіне сіздер әрдайым демеу көрсетіп, көмек беріп келе жатырсыздар. Сіздердің арқаларыңызда әйелдер, қыздар жетістіктерге жетіп, үлкен белестерді бағындырып жүр. Сол себепті де сіздер кез келген әйел ісіне реттілік бересіздер, салмақтылық бересіздер, сабыр бересіздер. Сондықтан біз сіздердің амандықтарыңызды тілейміз. Отбасыларыңызда береке бірлік арта берсін. Ұжымымызда төрт көзіміз түгел болып, ғылым, білім, тәрбие саласында жетістіктерге жете берейік. Филология факультетінің дәстүрі мен үрдістерін ары қарай дамыта берейік, алдыңғы қатардан көрінейік, мерекеден мерекеге аман есен жете берейік. Мереке құтты. Ерекше құрмет тұтатын кафедрамыздың ағайдыл азаматтары, сіздерді қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келген төл мерекелеріңізбен шын жүрегімнен құттықтаймын. Аллам сіздерге күш-қуат, қайрат беріп, отбасыларыңызға береке берсін. Жүздеріңіз әрдайым жарық болсын. Басымызға түскен мына сынақты еңсеріп, амандықта, қуанышты жүзбен Аллам біздерді көрсетуге нәсіп етсін. Құрметті әріптестер, бүгін отан қорғаушылар күні. Бұл мереке ерекше мереке. Мен бүгін бізді бейбіт өмірге жеткізген ардагерлерімізді, барша сарбаздарды, кафедраның ер азаматтарын осы айтулы мерекемен құттықтаймын. Үлкен жүректі, қырандай қырағы, намысқой ер азаматтарымызға әрқашан сәттілік серік болып, жігерлеріңіз мұқалмасын, асқақ шыңдарды бағындырып, қонар тұғырларыңыз биік болсын дегім келеді. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс, қажымас рух, адал дос, ал отбасыларыңызға шын жүректен бақыт пен татулық, бақ береке, ізгілік пен игілік тілеймін. Кафедрамыздың құрметті ер азаматтары, бүгінгі мерейлі мереке отан қорғаушылар күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Еңселеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Таусылмайтын дәулет, арылмайтын бақыт, еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Қарулы күштеріміздің қуаты нығайып, айбыны асқақтап, даңқы арта берсін. Ізгі тілекпен Алмас Сәбетханқызы. Құрметті біздің кафедраның ағайлары, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен арулардың атынан, кафедрадағы қыздардың атынан шын жүректен құттықтаймын. Есенқұл Жақыпбековтің біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы, олар жайлы айтылып жүр биік-биік мінбеден, өткен олар ақиқатпен шындық сөздің жебесі деп айтқандай, біздің кафедрадағы ақиқаттың шындық сөздің жебесі сіздер, біздің кафедрадағы жігіттердің төресі өздеріңізсіздер. Біз әрдайым сіздерге арқа сүйейміз, сіздермен мақтанамыз. Мынау отан қорғаушылар күнінде бұл сіздер қазіргі бейбіт күннің батырлары болып есептелесіздер. Өйткені қазіргі жағдайдың өзі де оңай жағдай емес. Еліміздегі білім саласын биікке көтеріп, адалдық жолын беріп ұстанып жүрген Нариман ағай, Қосай ағай, Амангелді ағай, Ғалымжан ағай, Ағапаш ағай, біздің кафедрадағы жігіттеріміз Тоғатай ағай, Бегарыс, ең жасымыз, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Кафедрамыздың абыройын асқақтатып, беделін биіктетіп, біздің алдымызда аман есен болып, биік шыңдардан шыңдарға шыға беріңіздер. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Баршамызға мейрам құтты болсын. Әсіресе ұжымымыздың тұтқасы болып жүрген салмақты да сабырлы ер азаматтарымызды ұлы жеңіс күнімен ерекше құттықтағым келеді. Мынадай қиын қыстау кезеңде азаматтарымызға қайсарлық, табандылық, қамқорлық пен сабырлық тілеймін.
Себебі сіздер еліміздің қорғаны, отбасының тірегі мен арқа сүйері және мықты қолбасшысыздар. Мәртебелеріңіз биік те үстем болсын. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, отбасыларыңыз бақытты болсын. Еліміздің іші ырыс, сырты тыныш болсын. Құдай қаласа, төрт көзіміз түгел, аман есен, жеңіспен жолығуды Аллам нәсіп етсін. Құрметті Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының ер азаматтары, әріптестер, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке еліміз үшін ерекше, себебі бұл күні біздің отанымыздың бейбіт өмірін, аспанымыздың ашық болуын, еліміздің іргесінің тыныш болуын күзететін, күн мен түн мен уақытпен санаспай қызмет ететін әскери қызметтегі азаматтарымыздың, жалпы ер азаматтарымызға көрсетілер құрмет күні. Сондықтан да құрметті ер азаматтар, ағайлар, сіздерді мерекемен тағы да құттықтай отырып, отбасыларыңызға тыныштық, жан дүниелеріңізге тыныштық, дендеріңізге мықты денсаулық, босағаларыңызға бақ тілеймін. Мереке құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміздің көк туы ашық аспанымызда мәңгі желбірей берсін. Құрметті біздің кафедраның ер азаматтары, ардақты ұстаздар. Сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болмыстарыңыз кейінгі ұрпаққа мәңгілік өнеге. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. Еңбекте табыс, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Есенқұл ағамыздың сөзімен айтқанда, біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі, осы жұрттан бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп, осал жерін түзеп жүрген біздің елдің шегесі. Ел тұтқалары, ер азаматтар мәңгілік аман болсын. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының асыл азаматтары, ұстаздарымыз, ағаларымыз, сіздерді бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мерейлі мерекеде отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, еңбекте шығармашылық табыс тілеймін. Осылай қолдаушымыз, қорғаушымыз болып жүре беріңіздер. Құрметпен, Нұрлан Рахымыз. Армысыздар, құрметті әріптестер, қадірлі біздің ағалар, жігіттер, әкелер, аталар, інілер. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Біздің отандастарымыз үшін батырлық пен табандылық, отансүйгіштік пен отанға шексіз қызмет етудің нышаны болған бұл мерекеде сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, жанұяларыңызға бақыт пен шаттық, таусылмайтын дәулет, арылмайтын бақыт тілейміз. Шаңырақтарыңыз биік, керегелеріңіз берік болсын. Әрдайым нәзік жандарға тірек болып, алақандағы гүлдеріңізді аялап жүріңіздер. Жігіттер, жүректерің таза болсын. Жолдарың биік, шыңға ашық болсын. Құрметті кафедрамыздың ағайлары, сіздерді тәуелсіз мемлекетіміздің айбынды мерекесі отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отанға адал, елге қайырымды, отбасында мейірімді, ұжымда жанашыр азамат екендіктеріңізді мақтан тұта отырып, сіздердің отбасыларыңызға амандық, береке бірлік, еңбекте жеміс пен шығармашылық табыстар тілеймін. Кафедрамыздың құрметті отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді ер азаматтары. Бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жаз болсын.
Қайратты, мақсатты болыңыздар. Еңбекте ұлан ғайыр табыс тілейміз. Құрметті кафедрамыздың ер азаматтары, сіздерді келіп жеткен төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әріптес ағайларыма арнау қабыл алыңыздар. Оларға басқыш болмас гүл қаланып, дәстүр боп бізге жеткен бұл даналық. Ұлы Отан соғысы деп еске алғанда, ерлер еске түседі тұлғаланып. Сөз етсек дария киіп дарындыны, әдебиетпен ұласар қалың мұңы, Қосай ағай дегенде таниды жұрт, жарты әлемге жария ғалымдығы. Жарасқан тал бойына табандылық, көп ішінде көрсетпес жалаңқылық. Қыңырланған шәкіртті табан асты, тәрбиелеп жіберер адам қылып. Ал Нариман ағайда қалыспаған, Фараби бабасындай шам ұстаған, сүйкімдісін жазады сүйкегенде, поэзия дегенде ғарыштаған. Жандандырып жасаған ісі мығым, айтсаңшы бәрінен де түсінігін, сабырлығы салтанат құрады ылғи, ұлық болып көрсетер кішілігін. Мәрт қазақтың тілінің кенішіндей, аман келді ағай бар өрісіндей, атқа мініп жүргендей сезіледі, бұрынғының үкілі серісіндей. Жаныңды жадыратар күліп тұрып, жай жапсарын жұмыстың мұң ұқтырып, басшы деген осылай бола берсін, жіберер қайғыңды да ұмыттырып. Қазақ халқын сүйеді балға балап, сан жүйрігін тізбектеп санамалап, аға паша ағамыз еске салар, түбіміз түркі екенін жанамалап. Турасын айтқан ылғи бір ағаттап, басына қонған ғой қанағатпақ, Қазығұрт тауын зерттеп ғалым жаның дәнін сеткен ұрпаққа ұлағаттап. Тоғатай ағамыз да төрде міне, Құдайдың шүкір дейді бергеніне. Отырарда туғандар бақыт деді, тарихтың аунап өскен жөргегіне. Әр кезде байқалған шоқтығыңыз, тұтануға оталар оттығымыз, Түркиямен байланыс орнатады, бегарыс жаста болса докторымыз. Ерлерін құрметтеген ел екенбіз, бірлікпен арта түскен берекеміз. Аз айтып салмақтасам, сараласам, ағайлар құтты болсын мерекеңіз. Қазақ тілі мен әдебиет кафедрасының жігіттерін Ұлы Отан мерекесімен құттықтаймын. Жеңіс күнімен құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты болсын, отбасыларыңыз аман болсын, аумаңыздар. Қазақ тілі және қазақ әдебиетінің кафедрасының жігіттері, сіздерді мынау келіп келе жатқан 7 мамыр жігіттер мерекесімен, отан қорғаушылар мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақыт, береке келе берсін дей отырып, жан досым мәнін қалауыңыздар сіздер үшін. Бақытты болыңыздар, достарыңыз көп болсын. Өмір бар қысқа жағдай ашылған, көріспесек сағыныштан жүрегім, кім бар жақын бала кезі тапсында. Жан болсам, өскен болсын мереке.
Құрметті ұстаздар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, ұлы жеңіске 75 жыл толып, жалауы желбіреген күнмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерді құттықтай отырып, ұстазым әнін тарту етемін. Ғалымда кеншеде бас етің, ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген